Саламатсыздар құрметті тыңдаушылар. Бүгінгі біздің темамыз, біз қазір Бозарықтан сөйлеп тұрмыз. Бозарық қазір Алтын Орда болды. Алтын Орда бұл қазақтардың кіндік қаны төгілген жер. Енді біздің клиника Абдувалиев, біз бұл жерде ескі түркі халықтарының медицинасын қолданып, халыққа ем көрсетіп жатырмыз. Біздің ескі түркі халықтарында үлкен медицина болған. Бұл медицинаның атасы Авиценна. Авиценна бұл 18 ғасырға шейін бүтін Европада қолданылып келген. Бұл Авиценнаның медицинасының 4 қағидасы бар. Бірінші, Аллаға сену, екінші мижаз, үшінші салауат тұрмыс салты, төртінші духовный состояние. 4 тенденция бар. Осы 4 тенденцияға адам амал қылып адам ауырмайды дейді. Енді бүгінгі біздің қозғайтын темамыз өттегі тас ауруы. Кеше маған бір больной келді. Ол больнойдың өтінде тасы бар екен. Ол больной неге барыпты? Өзбекстанға барыпты. Өзбекстанға бір тәуіптен шөп тарапты ғой енді. Ол тәуіптің шөп дәрісі әтші дәрі екен да. Әтші дәрі, это знаю, это полын горький. Или ыстық. Бізде дәрілердің бәрі мижазға шөп дәрілер бөлінеді. Енді Қазақстанның бәрі неге жүгіріп жатыр Өзбекстанға? Айналайындар. Өзбекстанға шілей жүгіре бермеу керек бұл. Так, өзіміздің Қазақстанда медицина жаман емес. Так, өзіміздің Қазақстанда енді алдыңнан аққан судың қадірі жоқ дейді ғой. Әзір екінің бірі Өзбекстанға айтып кетті. Қалай ауырса Өзбекстанға жүгірді. Так, соның үшін алдыңдағы судың да қадірін білу керек. Так, енді не болды десеңіздер, сөйтіп жаңағы әйел Өзбекстанға барған, сөйтіп бір шал тауып тапқан, тасты ердім деген, сөйтіп пәленбай ақшасын алған, дәріні берген. Ол үйіне келген, дәріні ішкен, дәрі әтші дейді ғой, дәріні 10 күн ішкеннен кейін приступ берген. Сөйтіп реанимацияға барып жатқан, 5 күн жатқан. Ол қандай дәрі болған? Ол дәрі, вообще ол өттегі тасты түсіріп болмайды адамдар. Ондай дәрі жоқ пока, біліп алыңыздар. Кім егер сізді шөппен түсірем десе, лағман ол. Өттегі тас түспейді. Так, оны біз қанша әрекет көргенбіз. Енді тас түскенде де тасты ерітетін дәрілер бар, опасный. Тас майдаланатынан аузына қалады. Соның үшін лучше его не трогать. Оның үшін тастың профилактикасын жасау керек, тасты жинамауға әрекет қылу керек, тасты үлкейтпеуге әрекет қылу керек, режиммен жүру керек. Сіз егер режиммен жүрсеңіз, тас сізге тимейді, тұра береді тасыңыз. Жүзге барғанша тасыңыз жүзбен жүре бересіз. Мен тастар кезде айтамын ғой, это ваше золотой фонд деп қоямын, өтіңіздегі тасты. Сөйтіп ең қызығы жаңа кеше келді ол әйел маған, Шардардан кепті. Так, келген, дәріні 10 күн ішкен, 10 күннен кейін приступ берген ғой. Приступ острый панкреатит болған ғой. Амилаза 450-ден басып кетті дейді. Оның себебі не болды? Себебі ана ішкен дәрісі болды. Ішкен дәрі ол ыстық мижаз дәрі да. Ыстық мижаз болғаннан кейін, ыстық мижаз ана нені ірітіп жіберген да. Поджелудочный железаны. Тас ерімеген, сол бойы тұр тас. Ол мен тасын бөлініпті деп жүр. Тас бөлінген емес. Анада острый панкреатит болған. Острый панкреатит ана дәрінің есебінен болған да. Анаған натур дәрі берген. Тасты ерітеміз, ақшасындаған ана жүрген бір әзір енді не көйіп кетті ғой, қайда барсаң тауып қолында абаған әйтеуір тракторист емес халық емшісі болып шығып жатыр. Енді олар жамандау емес қой, олардың ішінде күштілері бар ғой. Бірақ кез келген адамнан лицензияға қарап ішу керек. Әзір біздің министерствоны қолға батыр. Обязательно лицензирование болу керек. Адам денсаулыққа қарау керек. Әйтеуір берген нәрсені іше берген болмайды. Қарау керек. Не ішіп алсыз, не қойып алсыз. Так, оның қағазы бар ма, кім ол? Қарап, сүрістіріп, одан кейін ішу керек. Денсаулық ең адамға қымбат, это что здоровье, оказывается. Так, күш неде екен? Күш бірлікте, бақыт тыныштықта. Ең үлкен байлық это денсаулық. Соның үшін денсаулыққа қарау керек. Жаңағы келіншек өлімнен қапты. Реанимацияда 5 күн жатқан. Тесік қойған, қарынды көрсетті, тесіктері бар. Так, 5 күн қалған яған, соның панкреатиттен шыққан ғой. Үйіне кеше кепті бізге. Не қыламын бұны? Енді лечение қыламыз ба? Қайтып ауырдым дейді. Бүйтіп ауырдым дейді. Явный неправильный лечение болғанда бұл жерде. Анау нені беріп жүрген? Полынды берген да, полын. Тасты ерітеді деп. Ол тасты ерітудің орнына, наоборот, панкреатитті қозғай жүрген да. Острый панкреатитті алып келген. Так, бұл не демекші бізде? Не? Енді өттегі тас. Бұл қандай ауру өлі? Өттегі тас қандай ауру? Неден пайда болады бұл ауру? Оны қайтып профилактика жасаса болады, қайтсе оман өмір сүрсе болады, оны алдырып тастау керек, алдырып тастау керек па? Сол сұраумен көп келеді бізге, оны ерітсе бола ма, болмай ма? Так, деген тенденциямен келеді. Енді өттегі тастың екі причинасы бар. Бірінші, наследственный қашып құтылмайсыз. Ұрығыңызда болса тас пайда болады. Екіншісі бұл приобретенный.
Приобретенный дегені ол өмірде нарушение болған болса, диетадан болады, жүріс-тұрыстан болады, соларды бұзған болсаңыз, өте тас пайда болады. Енді наследство неге тоқтамаймыз? Енді тас, қандай тамақтан пайда болады тас? Тас основном жирный, жареный, көп жейтін тамақтардан, еще кешқұрым тойып жеуден, так, содан пайда болады тас. Одан кейін кондитерские изделия, торттар, так, мучной изделиялар, так, сладкийлар. Осылардың ең несі тасты алып келетін, тасты шақыратын нәрселер екен. Енді өт, что такое өт? Өт бұл резервуар. Резервуар дегені печеньнен келеді, өтке құйылады, желш, өтті жиналады да, одан кейін ол қайтадан 12 бармаққа құйылып, 12 бармақтағы нені тамақты қорытады ғой. Тамақты енді өт деді главный нәрсе. Тамақтың бәрін майдалап бөліп беретін нәрсе өт. Яғни запаран, да? Егер өт түстемей қалса, бітті. Запаран түспей қалса, адам не болады? Сарару болады, сап-сарып кетіп қалады. Адам тезек аппақ болып кетіп қалады. Адам ісіп кетіп қалады. Сарару болады, острый болған кезде. Өт түспей қалса, бітті. Ең главный нәрсе сол. Адамның полный асын істеп тұратын, асты майдалап тұратын, өттен шығатын сұйықтық и поджелудочный железадан шығатын сұйықтық. Олар 2-12 бармаққа кіріп, сол жерде тамақты қорытады. Так? Соның үшін бұның рөлі өте үлкен. Енді тас неден пайда болады дедік? Бірінші жаңалдағы генетический, бұған біз тимейміз. Екінші адамда өмірде дұрыс тамақтанбау. Екінші қимылдың аздығы. Так, одан кейін различный положение. Адам беременность уақытта. Өтте бірінші өт қоюланып кетпеу керек, екінші өт постоянно жүріп тұру керек екен да. Да, өт жүріп тұрса, соны тас пайда болмайды екен. Өт қоюланғаннан кейін болды. Ол жерде холестерин көбейер екен ішінде, холестерин көбейгеннен кейін ол жерде холестериновый камни образуется. Енді соның үшін өт жүріп тұру үшін не қылу керек? Өт жүріп тұру үшін сіз жаңағыдай майлақотар жеген кезіңізде адам аз тез тамақтану керек екен. Аз тез бір күнде 4-5 рет тамақтансаңыз, өт шығып тұрар екен постоянный. Біреулер бар, бір күнде 1 рет тамақтанады. Біреулер бар, бір жеген тойып тамақтанады. Тойып тамақтану тоже тастың ең алып келетін бірінші принцип екен ол. Тойып тамақтану. Кешқұрым тамақтану тоже гарантия тасқа. Потому что өт жақсы істей алмайды екен де, қоюланып қалар екен де, тас қайнар екен ол жердегі. Соның үшін кешкі 6-тан кейін тамақтанбау керек. Енді тамақтанған кезде обязательно тамақтың арқасынан жаңағы жирный ауқат жейтін болсаңыздар, овощи, фрукты, салаттар, зелендер, укроп, петрушка, помидор, бәдірен, салат бар ғой, салат. Чеснок обязательно қосу керек екен. Острый, перец, гәмілдәрі. Гәмілдәрі әсіресе өтті қатты айдайды екен ол. Острый. Гәмілдәр жегеніңізде өтті жүргізер екен ол. Так, соның үшін обязательно тамаққа острый қосып жүру керек екен. Одан кейін сұйықтықты көп ішу керек. Сұйықтық. Қанша сұйықтық ішсеңіз, өт жолында жүріп отырар екен. Так, одан кейін өтті обязательно тексертіп отыру керек екен. Уақыт-уақытымен тексертіп отыру керек бір. Одан кейін өтті жылында 1 рет тазалатып тұру керек. Міне бізге келсеңіздер, біз өтті тазалап береміз. Өт тазалағанда бізде капитан тазаланады өт. Диетаға отырады, ішті айдалады, малғам ішеді, өт тап-таза болады. Так, клизма қылынады, ішті айдайды, өт тазаланады. Енді біз мініп аққан машинемізден не қыламыз біз? Мініп аққан машинеміздің моторын жуып тұрамыз ғой. Әрбір километражы бар, километр жумасаңыз мотор май қап-қара кетеді. Соның үшін өтті де определенный уақытта оған дем беріп тазалап тұру керек екен, чистка. Сонда тас болуының несі азаяр екен да. Значит, первый правильное питание, второй образ жизни, қимыл. Қимыл болғанда өт сокращение болар екен былай. Өт жүрер екен былай. Соның үшін адам обязательно минимум 5 километр, а так максимум 10 километр жүру керек. Күнде кім сидящий образ жизни болды, өт өріп, текен, битеп, жинала берер екен да былай. Ол тасқа айналады кейін. Адам жүрген кезде өт қозғалады олай. Ішіндегі өттің бәрі шығып кетіп қалар екен да, өзі автоматически тазаланып кетер екен. Соның үшін адамға бір күнгі нагрузка 10 километр пешком жүру. 10 километр. Сонда өтте тастың пайда болуының шансы өте азаяр екен. Даже 95% азаяр екен. Өтте тас пайда болу. Енді өтте тас болған кезде не қылады? Өтте тас болғаннан кейін постоянно диетамен жүру керек. Тез-тез тамақтану керек. Тамақтан кейін обязательно овощи, фрукты жеу керек, анан баланс қылып тұру керек. Горки нәрселер. Ол горки не? Чеснок горки, острый, гәмілдерді тамаққа қосып жеу керек. Олар ана өтті айдап отыру екен ғой. Так,
Енді жаңалдағыдай тамақтарды аз жеу керек. Слишком жарный тамақтар, жирный тамақтар, одан кейін жаңағы кондитерскийлер, мучнойлар, оларға азырақ жолау керек екен. Сонда өттегі тас үлкеймейді, қозғалмайды, приступ бермейді. Енді өттегі тасты операция қылдыру керек па, қылдырмау керек па? Бұл тоже обязательно бұл хирургтардың тірлігі, бұл біздің терапевттердің тірліктері емес, хирургтар мамасы қылу керек. Біз енді мен как терапевт айтатын болсам, өттегі тасты желательно өт тасты болса ham өт істеп тұр ғой. Өтті сақтап қалуға әрекет қылу керек. Қазір операция шықты, хирургический өтке тимей тасты алып жатыр. Лучше вот такой методты қолдану керек. Соның үшін өт ішінде тасы болса да істеп тұрады. Ол приступ бермесе, таспен жүре берсе болады. Бірақ приступ бергеннен кейін уже хирургтар шешеді, оны алу керек па, алмау керек па. Енді бір опасный жағдайлар болады, ол тастар сондай болады, өтті тесіп кетуі мүмкін да. Ол опасный. Тесіп брюшной полосқа кетіп қалса, жолыш кетсе, адам өліп қалады. Жолышный перитонит деген бар, ол өте ауру. Жолыш бүтін нені ірітіп жібереді да. Жолыш ірітеді ол. Брюшный полный ішектеді іргенге, ол адам өмірге қайтуы қиын. Onun için бұл жерде очень осторожно. Обязательно хирургтың консультациясында барып тұру керек. Кімде өтті тас болса. Енді біз терапевттерге де келеді ғой лечениеға, бірақ хирургтың наблюдениесінде болу керек. Егер хирург ойбай тасыңды алдырмайтын болды десе, тасты желательно алдырып тастау керек уақытында. Чем бір жерге барып жарылып кеткеннен гөрі, так, тасты алдырып құтылған жақсы. Енді ләжі барынша хирургпен маслихат қылып, режим ұстап, тасты алдырмай өтпенен жүруге әрекет қылу керек. Егер жиде алдыратын болсаңыз, жаңағы тастың өзін алатын, өтті қалдыратын методты істету керек. Қазір оны Алматыда істетіп жатыр, Шымкентке де келіп деп естідім мен қазір, оны істетіп жатыр. Именно сол жолға өту керек. Соның үшін барлықтарыңыз ауырмаңыздар, сіздерге денсаулық тілейміз. Өттің қазір тасы ауру өте көбейіп жатыр, потому что диета бұзылып жатыр. Біздің келіп жатқан адамдардың почти 30-40%-інде тас бар десем мен жаңылыспаймын. Тас. Еще полип көбейіп жатыр қазір өттің ішінде. Это тоже из-за неправильного питания, из-за неправильного образа жизни. Так, соның үшін ауырмаңыздар, аурудың алдын алу керек. Так, барлықтарыңызға денсаулық тілейміз. Так, ұзақ өмір көріңіздер, ауырмаңыздар. Рахмет.